Сәлем достар, бүгін жаңа салақ. Бұрынғы ботымызды жалғастыра береміз. Естеріңізде болса, соңғы рет біз өзіміздің жіберген сообщенияларымызды немесе басқа біздің ботты қолданушылар жіберген сообщенияларды сохранить ететін метод жазып қойған едік. Міне, ол кезде біз save message деген методты функцияны шақырамыз да, сосын save it деп текст жібереміз. Бірақ қандай мәселе бар? Ол біздің сообщениямыз негізі сақталмайды. Жай ғана консоль-логта save by service деп жасайды, болды. Бірақ негізі мына жерде message data бар. Message dataны біз мына неден аламыз. Давайте үлкейтейін. Message датаны біз қандай дата сақтаймыз? Міне дата деп жібердік, ол мынада объект. Оның ішіне не бар? Time бар. Ол қазіргі уақыт, қандай уақыт екен? Sender ID, ол кім бізге жібереді, соның ID-шкасы. Ол жаңағы никнейм емес, ол оның аты емес, ол Telegram өзі беретін бір ID болады. Бірақ ол ешқашанда өзгермейді. Яғни біреу регистрация жасаса, оның ID-шкасы всегда бірдей болады. Даже атын өзгертсе де, никнейм өзгертсе де. Содан кейін содан кейін текст. Ол сол қандай бізге сообщение жібереді, соның несі, тексті. Так, давайте бір рет жүргізіп көрейік тағы да. Не болады екен? Нодимон src жоқ, мен проектке кірмедім. cd first telegram bot nodimon src app.js не вышел. Нодим новый версия шықты дейді. Так, енді не істейміз? Бұл маңызды емес. Бізге обновить етпеуге де болады негізі. Если хотите, можете обновить. Обновить ету үшін просто uninstall жасайсыз да, тағы да install жасайсыз. Немесе install и там конкретный версиясын көрсетесіз. 22 керек маған деген сияқты. Но это не важно. Біз ботымызға барамыз. Сообщение. Save it дейді. Save by service дейді. Мына жақта. Енді давайте осы датаны шығарайық. Мына жақта, хотя бы консоль-логта. Message data. Чтобы түсіну үшін бізді нормальный информация жіберіп отырға. Сохранить етуге ұмытып кетпеңіз. Мен всегда Command-S-ті басып сохранить етіп отырмын. Сендер байқамаулары мүмкін, бірақ мына жерде сол кезде сохранить еткен кезде Nodimon restart жасайды. Сервердің соңғы версиясын жұмыс жасау үшін. Так, SMS тек. Так, енді time. Міне 2023 жыл март 24. Так, міне мына жақта сағат 6:28 минут 46 секунд деп тұр ғой. Бұл негізі UTC уақыты бойынша, яғни не дейді? Unified па қалай? Universal Time UTC, Time Central ма? Короче, білмеймін. UTC деген уақыт бар. Ол где-то сол Европадағы уақыт. Көбінесе уақыттардың центральный несі соған аударылады. Солмен саналады. Мысалы, UTC плюс 6 деген сияқты көрген шығарсыңдар. Там GMT минус 5 деген сияқты, например. Сол уақыт, сояқта осындай уақыт болып тұр қазір. Бірақ егер минуты мен секундысын қарасандар, мысалы 28 дейді, менде 20 қазір уже 1 минут өтті ғой, 29 деп тұр. Примерно солай да. То есть менде 12 деп тұр, значит 6 сағат разница UTC мен. Соның уақытын көрсетіп тұр. Ну, не важно. UTC-да қазір осындай уақыт болған, соны сохранить етіп қойған. И сендер осыны учить ету керексіңдер. Егер хотите, например, өздерінің локальный уақыттарымен көрсеткілерін келсе, онда осы разницаны учить ету керек. Sender ID менің ID-шкім. Мен жібердім ғой, сондықтан менің ID-шкім сақталған 43 94 18 91 и SMS деген текст жібердім.
Енді мынаны қарайық, мен тағы да бір сообщение жіберсем, мен айдишкам өзгермеу керек. То есть мен ғой жіберіп отқан қайтадан. SMS емес, енді SMS, ну давайте SMS 2 дей салайық. Көріне ма? Уақыт өзгерді, текст өзгерді, бірақ айдишка солай қалды да. То есть мен қайтадан жібергендіктен айдишкам солай қалады. Басқа біреу қолданып сообщение жіберсе, оның айдишкасы басқаша болады. Енді не істейміз? Біз осы сообщенияларды в принципе барлығын неге тығайық? Бір файлға сақтайық. Ол үшін бізге fs деген library керек. Міне ол бұлай шақырылады. Node ішіндегі fs деген бар. Fs деген жаңағы file system деген сөздің қысқасы. Сосын promises, чтобы async await-ті қолдана алу үшін. Оны біз түсіндіріп кеттік, өткен сабақтарда. Так, окей. Мына message to be saved. Енді қандай нені data message емес даже data message нанды data дейік. Осындай тексті сақтасын. Давайте тағы да бір тексеріп жейік. Вот объект деп тұр. Егер естерінде болса объект деп тұрса, онда не істеу керек? JSON stringify шақыру керек. Сол кезде ол просто объект демейді, а конкретно ішіндегі данныйларды көрсететін болады. Міне. Окей, жақсы. Енді біз не істейміз? Біз мына жақта консолда көріп тұра аламыз, қандай дата сақтап отқанымыз. Бірақ в то же время біз какой-то файлдың ішіне сақтамыз. Мен history деген папка таңдадым. Мен айтам fs. Так, fs.write file. Сосын мен не беру керекпін? Жол беру керекпін. Қай жерге сохранить етемін дейді. Бізге не керек? Бізге dir name. Сосын давайте қиындатпай қояйық. Қазір мен қиын жолмен түсіндірейін деп отырмын айтпесе. Бүйтейік, history. Сосын ішіне сақтайық қазіргі не? Так. Қайсысы екен? Давайте бүйтейік. Мына history папкасында қанша файл бар, соны санаймыз. И сосын соның ішіне сохранить етеміз новый session'ды. То есть мына history деген папканың ішінде көптеген session'дар болады. Каждый раз запускать еткен кезде новый session'нан басталған сияқты. И соның ішіне каждый сообщение бір бөлек файлға сохранить етеміз. Оны қалай істейміз? Так, мен түсініксіз айтқан сияқтымын. Короче, каждое сообщение бір бөлек файлға сохранить етеміз. Солай болсын, Ол үшін біз бүйтсек болады. Просто сол history деген папканың ішінде новый файл создать етеміз ғой. Оның атын просто мысалға 1, 2, 3, 4-ші сообщение, 5-ші сообщение деп сохранить ете береміз. Түсіндіңдер ма? Просто нешінші екен білу үшін, бірақ біз осы папкада неше файл бар екен білу керек. Біз мысалға уже 3 файл тұрса, значит бізге уже turd деген файл создавать ету керек. Да, turd.json деп. Сол үшін біз бірінші білу керекпіз, оның ішінде не файл бар екен, қанша файл бар екен. Оны қалай істейді? fs. Так, бірнәрсе dir деген. Read dir. Енді сол папканы береміз. Ол history. Да, или просто былай жасаса да болады. Просто history сразу. Неге мен просто history дедім? Қазір бұл вообще дұрыс болмауы мүмкін. Бір нәрсені тексереміз. Давайте мынаның ішіне бір файл өтірік создавать етейік. Тест. Осы қазір ол маған бір деп беру керек, ответ беру керек, Бір деп ответ берсе, значит бәрі дұрыс. Const files count await дейміз. Неге? Себебі бұл қарасандар не promise деп тұр. Promise қайтарады деп тұр. Это означает ол асинхронная функция. Егер promise қайтаратын болса, это означает всегда асинхронная функция екен.
console log files count. Көрейік, енді просто мынау дұрыс қайтара ма? Неге мен уверен емеспін, себебі біз node деймінді first telegram bot деген папканың ішіне шақырып отырық та. И сосын source app.js-ті шақырып отырық. То есть бұл history деген нені іздеу мүмкін да? First telegram bot-тың ішіне іздеу мүмкін. Себебі мен сояқтан node деймінді шақырып отырым. Мен вот этот момент, я не знаю, біз из-за того, что service.js-ның ішінде тұрып fs-redir history-ны осы файлдың ішіне шақырған үшін ол на history-ны қарай ма? Себебі на сервистің папкасы ол source қой, source-ның ішінде history-ны қарай ма? Или node деймінді қаяқта шақырдық, сояқтың қарай ма? Соны тексерейін деп жатырмын. Мен не уверен, короче. Так, енді қараңдар. Не деп жатыр? True from promise. Not internal process promises. Вот. No such file or directory дейді. History-ні таба алмай жатырмын дейді. Неге? Себебі ол жаңа node дейміннің қаяқта шақырдым? First telegram bot-тың ішінде. Соның ішінде history жоқ дейді. Онда не істеу керек? Ол source-тың ішінде жатыр, дұрыс па? Сол үшін source history дейміз. Енді қараңдар, уже запускать етілді, түсіндер ма? Қайттан запускать етілді. Уже жасап тұр. Давайте қайттан адейік. Міне, array қайтарып тұр, мынау. Files count, негізі count емес, файлдардың аттарын қайтарады екен оны. И не, файлдарды қайтарып тұр. Тест деген файл бар дейді. Яғни біз неше файл білу үшін не істейміз? Просто оның ұзындығын білеміз. Бір дейді. Окей, бізге тек қана саны ғана керек. Енді не істеймін мен? На файлды удалить етемін. Қайтан на всякий случай тексере салам. 0 деп тұр. 0 файл бар дейді. Енді мен не істеймін? Мен айтам, қанша файл бар? Соншашыншы не создавать ет? Файлдың атын сондай қыл деймін да. Const file name тем болады await fs. Files.length .json. JSON деген егер байқасаңдар, ол қандай файл? Мысал болады, мысалға бір какой-то файлдың аты .doc дейміз, .pdf дейміз, сол сияқты .json мына жерде. И ол мына package.json-ға ұқсайды, көрдіңдер ме? Ол да JSON, package.log.json. Ол қандай файлдар? Ол объект файлдары. Бірақ объекттің keylары, значение и ключ деген бар ғой. Ключтары string ретінде тоже жазылады. Тоже string ретінде жазылады. И значение кәдімгі объекттегіде жазылады. Там array болу мүмкін, сан болу мүмкін и так далее. Да? Мысалы, мынақта array болып тұр. Мынақта, мысалы, объект болып тұр. Бірақ просто отличительная черта это то, что всегда string мынау ключ. Негізі JavaScript-те де объекттерді создавать еткен кезде олардың ключтарын string ретінде создавать етуге болады. Просто стрингсіз де создавать етуге болғандықтан, ол удобнее болғандықтан мен сендерге сөйтіп көрсетіп отырмын. То есть екі вариантты да істеуге болады. Айтқым келгені, мысалға const obj тем болады, мысалға A12 дедік мысалға да. Бірақ негізі біз былай да істей аламыз. Мысалы B11, например. Түсіндер ма? Ол да валидно, ол да рабочая тема. Так, окей. Енді біздің файл неймді придумать еттік. Давайте соны шығарайық тоже. New file name. Максимально бәр нәрсені көрсетейік, чтобы понятно было. Так, сохранить етілді вроде. Тағы да текст. И new file name 0.json. Дұрыс қой? Себебі ішінде файл жоқ, ол ең бірінші файл, он аты 0 болса жақсы да. Типа
сол кезде біз порядокпен біліп тұрамыз да, мысалы бірінші одан келесі файл бір болады, то есть по очереди уже біліп тұрамыз да, қай файл қайсысына жатады екен. Так, енді осы файлға мына объектті жазу керек бізде, data дегенді. Save data into file, name it into file name file деп қояйық. Так, енді қалай? await.fs бізге сохранить ететін бір метод бар fs-тің ішінде, оның аты write file деген. Оның ішіне бірінші атты береміз, бірақ полностью путьпен бірге src history, типа src ішіндегі history деген папканың ішіндегі file name деген неге, енді string қой ішінде, соған 0.json ғой, короче говоря, да, мынаяқта 0.json деп бір деп ойласаңдар болады. Соның ішіне осындай файлдың ішіне мынандай датаны жазыңдар дейсің. То есть біріншісі это қай файлға, ол файл болмау керек. Вроде ол вообще не должен существовать. Если он уже существует, то ошибка будет вроде. Сейчас можно даже протестить это. И дата деген данныйды жазу керек. Но дата деген негізі не болу керек? String болады, array болады, точнее array buffer болады, array деппін ғой. Iterable болады, оларды енді білмейміз пока. Node.js array buffer internal stream тоже білмейміз. Біздің білетініміз string. Бірақ біз дата беріп тұрық. Да? Значит, не канает. Қалай біз объектті stringқа айналдырамыз? Біз оны stringify арқылы айналдырамыз. И желательно былай істеген. Null, естерінде болса, и 2. Чтобы 2 пробел қалдырсын деп, да, каждый раз. Әдемірек болсын деп. Егер мынаны алып тастасақ, онда андай бір линияда тұрады да, міне мынау сияқты. Көрінер ма? Мен мынаяқта stringify-ды null 2 деп қолданған жоқпын ғой. Сол үшін ол бір линияда жазып отыр да бәрін. На кезде это удобно. Почему? Потому что не сообщение осы бір неде шыққаны оқуға удобно, да? А бірақ файлдың ішіне сохранить еткен кезде мен хочу увидеть сперва ключ, потом значение, потом снизу следующий ключ, значение, снизу следующий ключ и значение. Так, енді көрейік, получится или нет. My first history. File name 0.json дейді. Мне 0.json создавать етілді. И мне әдемілеп бізге сол объект сохранить етіп қойды. Ішінде my first history тұр. Поздравляю, сендер уже сохранить етуді үйрендіңдер. Енді келесі файлды 1.json деп создавать ету керек. My second history. File name 1.json мне сохранить етілді. И ішіне мне my second history сохранить етілді. Уақыты там 24 март 6:43 мне. 40, уже 44 болып кетті. 12 секунд өтіп кеткен уже. Так, окей. Істегіміз келген нәрсе болды. Бірақ манағы айтқан ошибканы тексерім келеді да. Типа у нас получится или нет. Қайтадан мысалға бір JSON деген уже файл тұрса. Давайте бүйтеміз. Лучше бүйтейік. 2.json деп қолдан создавать етейік. У яқта уже бір какой-то дата тұр, например. И маған мен аны бүйтейін. Қалай еді? Міне мына -1 дейм. Ол неге? Files деген ол array қайтарады. Files length сол кезде 1, 2, 3 болады да. 3 дейді. Мен аламда 3 емес 3 минус 1 это 2. 2.json создавать ет дейм да. А ол уже существует. То есть ошибка болмай ма тексерейін деп жатыр. My third history. Ну, любой текст болады, просто мен солай істеймін. То есть, значит, он будет переписывать. Көрдіңдер ғой? Это что означает? Что егер сендерде файл болса, уже
и вам важно, чтобы уже бар файлдарды переписывать етпесін десеңдер, онда сендер ол файл бар ма жоқ па бірінші тексеріп алу керексіңдер. Бірақ басқа нәрсе бар негізі, егер мына write файлға наводить етсеңдер, options деген бар. Options'та мысалға encoding, mode деген сияқты нәрселер бар. Мына жақта қарайық, мысалға мына жақта сигнал дейді. Так, мен сендерге, в общем, андай не опшндар бар, который мысалға файлдың соңына жаз дейді. Мысалға мен мына жақта тағы да осы 2.json-ға тағы да бір нәрсе fs write file десем, ол мынаны переписывать, ол мына жаққа просто қоса салады дальше. Сондай опшн бар. Сосын андай опшн бар, который егер уже ондай файл создавать есе, ошибка лақтыр. Маған обязательно ол новый файл болу керек. Соны тексер деген сияқты. Оны документациядан оқысандар болады, Node.js-тің өзінің несінде, официальный сайтында. Google тесіңдер, там fs write file options деп іздесеңдер, сол жақта әртүрлі тұрады. Там w+, там x бірдеме деген, короче, сондай нелер бар, өзінің опшндары бар. Easy оны Google тетіп қарай аласыңдар. Так, но біздің жаңағы ботымызға мынау жетеді. Осы функционал. Мынау жасап тұрған біздің приложение, давайте мен сохранить етейін. Это что у нас? Қандай изменения бар екен қарап отырмын просто. Енді қараңдар, в чем прикол? Мен мына сообщенияларды басқалардың көргенін қаламаймын, правильно? Мынау ID-шка, мысалы, мен личный ID-шкам, или мен ботымның пользовательдардың ID-шкасы. Я не хочу, чтобы его кто-то видел. Мынау секретная информация болуы мүмкін, да? Маған біреу өздерінің сообщениялар жіберген кезде бір секретный информация жіберу мүмкін. Ну, приватный, да, мысалға, өзіне керекті нәрселер ғой, мысалға, мы же сохраним это, чтобы они могли переиспользовать, например. Вот, и оны көрсетіп келмейді, короче говоря. Қалай істеймін? Git ignore-ға салам просто. src history деп. Енді қарасаңдар, но серия болып қалды, көрдің бе? Жаңа жасалып тұр, серия болып қалды. И мына жақта жоқ ол уже. Бірақ мына жақта git changes-та оның несі тұр. Мынандай линия қосты деген сияқты. Сонына бір пустой линия қосқан жақсы көремін мен. Өзім любой нелермен, текстермен. Мына жақта байқасаңдар тоже сөйтем. Это просто как стайлинг, короче. Так, окей. Енді мыналарды бәрін добавить етейік. Git commit -m save message history. Git push. Так, окей, сохранить еттік. Мынау бір бөлек видео болсын. Келесі видеода кездескенше.